Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Анар каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге салмасына ет қосылып жасалынатын өте дәмді белеши дайындайтын боламыз. Қарап тұрсаңыздар, наны да ішінде салмасы да барлығы толығымен піскен. Қамырын дайындауға кірсек, бірінші біз опар дайындайтын боламыз. Ол үшін 250 мл жылы сүт қажет болады және 1 ас қасық ашытқымыз, 1 шай қасық жарым қант, 2 ас қасық ұн қажет болады. Осының барлығын жақсылап араластырып, ешқандай да түйіршік қылмайтындай етіп жақсылап араластырамыз да бетін жауып 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей біздің опарымыз өте жақсы болып көтерілген, қараңыздар. Енді ұнымызды өлшеп аламыз. Бізге 490 ұн керек, соның мына жерде ыдыста менде 480 грамм ұн тұр. 480 грамм ұнға жаңа опарымызды саламыз, одан кейін тұзымызды салып жібереміз. Сосын ерітілген сары майымызды және бір жұмыртқаның сарысын салып, қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жақсы болып мінекей араласты, бірікті, кішкене қолға жабысатын қамыр болып тұр. Сондықтан мінекей үстеліміздің үстіне аздап жаңағы 10 грамм ұнымызды саламыз да, осыны жайлап қолмен басып, кішкене біркелкі болғанша илеп жібереміз. Қамырымыз мінекей біркелкі болды. Енді ыдысымызды алып, ішіне аздап сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды құйып, қамырымызды салып, одан кейін қамырдың үстіне де аздап барлық жағына сұйық майымызды жағып қоятын боламыз. Мінекей толығымен барлық жағына сұйық май тиюі қажет. Одан кейін барып, бетін жауып, жылы жерге 35 минутқа қоятын боламыз. Енді салмасын дайындауға кірісек, бұл жерде бізде 300 грамм фарш, 200 грамм жуа, дәмдеуіштер өз қалауыңызша. Мен әдетте осындай самсаға арналған дәмдеуіш салған жақсы көремін. Ішінде кориандр, чеснок, көп нәрсе бар. Дәмдеуіштер дәмін келтіретін, сондықтан осыны қолданамын. Сіз өз қалауыңызда. Жуамызды уақыттап турап аламыз. Одан кейін табамызға 2 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, орташа отта осы жуамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып тұрамыз міндетті түрде. Осы отта 2-3 минут шамасында жуамызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Жуаны отта тұрғанда араластыруды ұмытып кетпеңіздер. Егер араластырмасаңыздар, осылай күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде араластырып тұрамыз. Тұз бұрышымызды саламыз. Дәміне қарай өз қалауыңызда, мен аз-аздан салдым. Татымына қарай саласыздар. Мінекей біздің жуамыз дайын. Енді мінекей фаршымыздың үстіне осы жуамызды салып, одан кейін дәмдеуіштеріңізді, тұзын, бұрышын өз қалауыңызбен саласыздар. Осы 300 грамм фарш толығымен көрсетілген қамырға толығымен жетіп шығады. Сондықтан жетпей қалама деп одан көп фарш салып жүрмеңіздер. Осы салмасы толығымен жетіп шығады. Описанияда толығы көрсетілген рецептің қанша грамм екенін соны қарасаңыздар болады. Тұзын, бұрышын, дәмдеуіштерін салып, жақсылап тұрып, қолдың көмегімен асықпай араластырып алыңыздар. Сонда сіздің начинкаңыз сочный болып шығады. Қамырымыз өте жақсы болып көтерілген, 35 минут жылы жерде тұрды. Енді осыны теңдей 17 бөлікке бөлдім. 17 дана бізде белеш шықты. 50 граммнан келді әрқайсысы. Енді мен сіздерге ары қарай жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны толық қарасаңыз, сізге барлығы түсінікті болады. Осылай оқтаудың көмегімен жайып аласыз да, 1 шай қасық жарым қылып начинкасын саламыз.
Содан кейін дәл осы видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығыңыздар. Құрметті көрермен, егер менің видеом сізге ұнап жатырса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіз. Мінекей осындай болып, әп-әдемі болып шықты. 15 минутқа бетін жауып, жылы жерде қоямыз. Осы кезде олар жақсы болып көтеріледі. Енді майымызды отты қыздырып аламыз. Жаңағы дәл осылай етіп төңкеріп саламыз. Менде видеоға түспей қалыпты, екінші жағын пісіріп жатқаным. Екінші жағына айналдырғанда жаңағы ортасына майды қасықпен құясыздар. Сол кезде ішінде начинкасы жақсы болып пісуі үшін бір жағынан. Соны міндетті түрде ұмытып кетпеңіздер. Шай қасықпен, 2 шай қасықпен құйсаңыз жеткілікті болады. Біздің белейшиларымыз мінекей пісіп шықты. Қазір енді осыны қызып тұрған пеште 120-150 градуста 10 минутқа салып аламыз. Сол кезде ортасында начинкасы толығымен пісіп шығады. Ас болсын!